Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Менің есімім Гүлдана Жанәліқызы, дәрігер. Бүгінгі айтатын тақырыбым мұрынның бітелуі. Вирустық инфекция кезінде балаларда мұрынның бітелуі, мұрыннан су ағу мазалауы мүмкін. Сол кезде мұрын бітелген кезде балаға қандай көмек көрсетеміз? Сол туралы айтпақшымын. Ең біріншіден, мұрын бітелген кезде әрине бізге физиологиялық ерітінді қажет болады. Натрий хлориді 0,9% физиологиялық ерітінді. Осыны біз шприцті аламыз. 2 миллилитрлік болмаса 5 миллилитрлік шприцті аласыздар да, иголкасымен 1 миллилитр сұйықтықты аласыздар. Осыны алып, инесі өзінде қалады, баланың мұрнына бір тамшыдан тамызасыздар. 5 минут өткеннен кейін тағы да тамызу арқылы 10 минут өтеді, одан кейін барып синамарин неон тамызасыз. Синамарин неонның жақсы көмегі болады мұрын бітелген кезде. Мұрынға оны да 2 каплядан жиі тамызасыз. Бір күнде 4-5 рет тамызуға болады. Синамарин нео тамызы болғаннан кейін бізге міндетті түрде аспиратор арқылы мұрындағы барлық сұйықтықтарды осы арқылы сорып аласыздар. Егер де менің видеом сіздерге көмегі тиіп жатса, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, келесі видеода талқылаймын. Қандай тақырыпта керек болатын болса да комментарий бөліміне жазып кетіңіздер. Ауырмайық, сау болыңыздар.